Ар кілем өрмек, көрген жан риза боп таң қалуда, жақсыны көрмек үшін әркім келмек. Халқыма үлес қосқан қыз жігітке Алланың нұры жаусын рахмет. Ұршықтың өте денсаулыққа пайдасы, мына саусақтың бүйтіп қимылдағанда әрбір саусақтың моторикасы. Сосын мына білек көтерген кезде тамырдың жақсы жұмыс жасауы, қан жүріп тұрады дегендейді. Қан айналымы жақсарады. Ең қарапайым дүние ұршықты деп көтерген уақытта мына иектің, көрдіңіз бе, мен иегім көтерілді қыздар, иектің көтерілген кезде омыртқалардың дұрыс жұмыс жасауында да орасан зор пайдасы бар. Қол созылған кезде омыртқамызда тіктеледі. Міне, біркелкі қып, мынандай біркелкі қып иіру керек. Оны ұршықты да иірген ме сол кезде? Ой-ай, ол кезде деген үртсек, қара шүйтігі деген. Соны осындай іске бейімдесеңдер жақсы болады. Қазақтың қыздар бәрін білу керек. Сегіз қырлы бір сырлы болу керек. Жаңа қазақта айтқан ғой, қызым сыйған. Саған айтам, келін сен тыңда дейді. Ол басына өткен айта берген жандарым. Ұршық иірер кезде ең бірінші жүннен немесе жіптен шүйке жасап аламыз. Мынау тұрған шүйке деп аталады. Шүйкені осылай жай ғана ширатамыз да бір-біріне айқастырып, етіп саусағымызға ыңғайлығып жасап аламыз. Сонан кейін жүнді жақсылап осы шүйкеге ораймыз. Оңынан солға қарай мен орап атырмын. Шүйке жасап атырмын. Жіпті ораймыз. Осылайнан сосын барамыз да саусағымызға ыңғайлы болып ортан қолға шүйкенің біркелкі шығу үшін осылай орнатылады. Өзіндік мәдениеті, жіп үйірудің өзіндік тәсіл әдісі. Сөйтеміз да мынау мұрындыққа, бұрамаға бүйтіп ораймыз да өзінің мынандай кішкене ғана ойықшасы бар, соған іліп алып түк ұстаймыз. Ал енді сұрақтарың бар ма қояды? Не сұрайсыңдар? Түсінбеген жеріне айтыңдар, осымен айналысыңдар. Мынау әдемі дәулім сарайды ашып берді. Үлкен ағаларың, апаларың жұмыс істеп жатыр осының ішінде. Соны бағалап, келіп, осы жақтан үйірмеден қосып үйреніңдер. Жүннің денсаулыққа, адам денесіне атқаратын қызметі өте көп. Жүннің пайдасы көп. Біздің бұрынғы кісілер ұзақ жасаған, білесіздер ғой. Киімді жүннен тігеді ғой. Жүннен тіккен, жүннен тоқып киген, бәрі қолдан жасалған ғой. Осында үйренуге болады. Үйреніңдер осы мұндай. Өздерің жаңа шоқтарын өздерің тоғып аласыңдар, бас киім тоғып аласыңдар. Ұршық үйренуге қыздарды бейімдеу үшін бірінші жүн тітейікші қане қыздар, жүн тітейік. Жүн тіте қояйық. Шынан бастаймыз. Жүн тітіп көрдік па бұрын? Мен қатысқан. Маған жарайсың. Осын баяқта осы үстіп үйріп мен сол бау тоққан. Жас кезімізде 21-імде істедім ғой мен. Тоқыдық бәрі. Құдайсың. Қанша жүн тітетін уақыттар болады бұдан. Жүн тітетін уақыттар. Түт дейді баларым сол мұрныңнан тиын түседі деп. Әжелеріміздің. Алдатып көрген ме? Шүкір ғой, әжелеріміздің өнегесімен осындай қазақтың салт дәстүрі. Терме бау деген болады, жаңа қарай сөйтікі. Аяқ бау дегені болады, анау төбеден салбырап нағып тұратындар. Соның бәрін біліңдер. Ол біздің қазағымыздың үрдісі, ол өлмеу керек. Салт дәстүрі. Соны дамытуға бәріміз үлес қосуымыз керек. Бәріңіз өздерің үйретіңдер, басқа үйретіңдер. Баяғыда әжелеріміз бір әу дейтін еді, апа. Айналайын қарағым, алтыным-ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым-ай, дедім-ай. Көрмегелі көп айдың, жүзі болды есен аман, жүрмісің жарқыным-ай, дедім-ай.
алмағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ау. Жүн түту мықты тәсіл болды. Саусақтың күшімен мынаны былай тегістеу арқылы массаж болды. ұлпадай ғып түтілген жүн ұршық иірілгенде өте жақсы бір тегіс болып шығады. Сондықтан жүнді түткен кезде былайынан араларын ашыңқырап, былай жүннің татауын шашып былайынан осылайынан созыңқырап, тартыңқырап істеп өш қызым. Саған да көрсетіп берейін, жүніңді келіп. Енді саусақтарымыз жақсы қозғалу керек. Жүн түту саусақ арқылы жасалады. Ертеде осы көрпе төсекке де жүн салатын, жаңа көрпелердің ішіне. Дұрыс айтасыз, көрпе төсектерге. Жабақ жүннен салатын. Ой, жеңіл, жылы болады ол. Қылшық деген болады жүнде. Сол қылшықты алып тастаймыз. Қылшықты ол кезде арқа несуге пайдаланады да, жүнді қылшықтан ажыралған жұмсақ жүнді түту арқылы, сабау арқылы көрпелерге салатын болады. Жылы, жайлы, жұмсақ, дененің демалуына да жүн өзіндік пайдасы бар. Жүнді көп қолданған, жүнмен жасалған көрпелерді жамылған кезде адамның бойында дос соқ деген нәрсе болмаған. Сонымен ұршық неше заттан тұратын болды? Неше бөлімнен тұратын болды? 3 бөлімнен ойын бәрекелді. Енді жүнға пайдаланатын ұршық, сосын сабау, тулақ, тулақ. Солар ғой. Қойдың жүнін немен қырқамыз, қыздар? Білеміз бе? Қырықтықпен қырқамыз, дұрыс айтады. Ой, бәрекелді. Қабілеті бар екен біздің қызымыздың. Хабары бар, жақсы. Келешектер мықты шебер шығады. Қолдан істейтін еді, қырықтық деген дәне бар. Қырықтық деген қолдан істейтін. Жаңа ұсталды. Баяғы шешелеріміз бір кілемнің жігін бір өзі үйретін. Қалай шаршамайды десеңші. Сонда ешбір адам бүкір емес қой апа. Сол қанша бейнетсе сол әжелеріміз тіп-тік тұғын ғой. Тіп-тік аяқ қолдары. Түнімен иіліп отырады. Түнімен иіліп осылай. Шаммен свет те жоқ қой. Шаммен свет те жоқ. Жүн түтуді үйрендік қой, келер жолы ұршық иіруді үйренеміз. Жарай ма? Бүгінгі қонақта болған біздің Балқия апамыз ұршық туралы, ұршық иіру туралы, жүндердің түрлері және түстері, оның пайдалануы, иіру әдістерінің бәрін үйретті. Апамызға рахмет. Біздің қонақта болған екі қызымыз Айсұлу мен Синар жаңағы кілемге, бауға пайдаланатын түр жүндерді түтуді үйренді. Сіздерге де көп рахмет. Әже, мен жүн түтіп болдым. Көрейін жүніңді. Жүнді көп түткен екенсің, бірақ шамалы сапасы не деп екен, ірге көпті. Баға беріп жіберсеңіз, апа. Бағасын енді 4 қоям. 4 жақсы деген баға, ол да жақсы, бірінші түтігі. Сенара бері ғой, әжемізге көрейік. Сен жүніңді аз түткен екенсің, аз болса сасып, кәдімгі әдеміреп, ұлпалап түткен екенсің. Ұлпалап, әдемі түткен. Өте жақсы дейсіз. Кішкентай істесең де, тиянақ қылып істеген екенсің, жұмысың, саған 5 деген баға берейін. Ендігі де нелеріңді жөндейсіңдер ғой, шамалы. Үйренесіңдер. Сен асабана бәрін түтем деп ойлағансың ғой, сосын шамалы ірлеу болған. Жақсы, талаптарың жақсы, өте жақсы. Бірінші рет түткен жүннің өзі ұлпадай болып тұр. Жақсы, өте жақсы. Қыздар, жарайсыңдар. Сіздерден жақсы бір шебер күтеді деп ойлаймын. Бүгін мен осы апайлардың жүн түту, жүн иіру дегендерді үйретті. Түтілген тоқылған жүндерді қайқа пайдаланатынын үйретті. Менің жұмысыма өте жақсы деген баға қойды. Қолөнердің алғашқы сабағына қатыстым. Мен бұрын
киіз басу сабағына қатысқам. Бүгін бізде Балқия әжеміз бен Ақмарал апайымыз мені білгенімді есіме түсірді. Жүн тұтып, ұршық иіруді үйретті. Өте қатты ұнады. Келесі сабақтарда қатысып отырамын.